Alhamdulillah. Наведен тыңдап Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әке шешесін күпірлікке шығару немесе тозақи деп айту қазір қоғамда кейбір азаматтар солай айтып жатыр. Жалпы ортақлыққа кірмес бұрын айтқым келетіні, кейбір бізде тағы да бауырлар қоғамда мынандай нәрсе таратып жүр. Осы жат ағымдағы өкілдері біздің мемлекет дінмен күресіп жатыр, дін қызметкерлері дінмен күреседі, немесе ұстаздарымыз дінмен күресіп жүр деген сияқты. Расында олай емес, мемлекет те дін қызметкерлері ұстаздар да дінмен емес, діни радикализммен күресіп жатыр. Осыны айырып білу керек. Яғни осы төңіректе осындай бір инстаграмға публикация көріп қалғанмын. Бізде Холид деген жігіт тиктокта танымал, бірақ жеке ол кісінің бұл сөзді айтпағанын мен білмеймін, не естіген жоқпын. Бірақ маңыздысы комментарияда осындай сөздер комментарияға жазылып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның адамдардың абзалы болған, сол кісінің дүниеге келуіне себеп болған, әкесі мен анасын күпірлікке теңеп немесе тозақи деп жатқан осындай адамдар шығып жатыр. Мына жерде бір қуаныш дей ма, теолог шарқ қойды, Холид айтты, яғни радикалды адамдар осылай айтады, пайғамбарымыздың әке шешесі яғни тозақы деп, кәпір деп дейді. Мынандай да, ешқандай бір эмоциясыз, давай былай іске көшейік, дәлелмен только да. Жалпы бұл нәрсені айтқан Холид емес, радикал. Атыраудағы бір қаңғып жүрген бір вахабистер емес, айтқан кім? Сендер өте қатты сыйлайтын Науауи айтқан екен, имам Науауи. Науауи өзінің кітабында шығарайық, Минхадж шарх сахих муслим әкеледі, не дейді? Екі хадис әкеледі. Бірінші хадис не дейді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күні бір адам келеді, әкем қайда дейді, әкең тозақта дейді. Содан кейін ол адам кетіп жатқан пайғамбар шақырып жатты, менің әкем де тозақта, сенің әкең тозақта дейді. Осыны Науауи айтады, бұл хадис не дейді? Зохир түсініледі дейді, тіке дейді, ешқандай да мынау емес дейді, болды. Ол пайғамбарымыздың әкесіне солай айтылған дейді. Екінші, бір қызығын айтайын, екінші хадис бар. Екінші хадисте пайғамбарымыз дейді, мен анам үшін дейді, кешірім сұрау үшін рұқсат сұрадым дейді. Раббым маған дейді, қабірін зиярат етуге рұқсат етті дейді. Ол үшін кешірім сұрауға рұқсат еткен жоқ дейді. Сол бұны Науауи осы хадисті шарттағаны былай деп айтады, қараңыздар. Науауи айтады, қабірлерін зиярат етуге болады дейді. Өйткені ол өлімді еске түсірді дейді. Ал дейді, олар үшін рұқсат сұрамаудың себебі дейді, уафихин нахию анил истихфарил куффар дейді. Кәпірлер үшін өйткені кешірім сұрауға рұқсат етілмейді дейді. Яғни бұл жерде біз, яғни салафимен деп жүрген, вахабимен деп жүрген адамдар Науауидің сөзін айтып, сендер өздерің қабылдайтын Науауидің сөзін айтады екен да, радикал болып кетеді екен да, бірақ оны айтқан кітабында жазып кеткен Науауи радикал болмайды екен да. Біз ондай мнение бар екен мойны, бірақ біздің де айтып жүрген нәрсе бұл ғалымдары, ислам ғалымдары айтып кеткен нәрселер. Сондықтан да өтірік кінәлай бермеңдер. Және мен шығарған кітапқа ответ күтемін, жаңағы қуанышты бейлендір бауырлар. Осыны айтып Науауи радикал болып кетті ма деген сұрақ. Яғни мен жақсы Холид, қасқыр нау жесе даған, жемесе даған да, бірақ Науауи айтып тұр ол сөзді. Холид емес айтып тұрған. Холид просто жеткізуші, яғни. Науауи айтты, Холид сол кітапты оқып беріп жатыр сендерге деген сияқты ғой. Сондықтан да кішкене эмоцияны ысырып қою керек та. Жаңа сен пайғамбардың әке шешесін жақсы көрмейсің ба? Эмоцияны давайте алып тастаңдар былай. Өйткені біз пайғамбардан артық әке шешесін жақсы көре алмаймыз. Пайғамбар қалай айтты, біз соны айтуға міндеттіміз. Дін өйткені эмоциядан құралмайды бізде. Дін только немен құралады? Аллахтың сөзі және пайғамбардың жеткізген нәрселермен. Түсіндіңдер ғой, сондықтан да бауырлар без всяких эмоций да просто. Түсіндіңдер, біз ойдан айтып жатқан жоқпыз ол нәрсені. Ондай мнение бар екенін қабыл етіңдер просто. Радикализм, анау-мынауды айтпаңдар. Өйткені сендер қазір радикализм деп айтсаңдар, онда оны Науауиге де тигізесіңдер. Өйткені Науауи да радикал болып кетеді, вахабист болып кетеді, значит. Давайте, салам алейкум.